Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Омар Нұрбек. Бұл видео курсымыздың тақырыбы робототехникада жиі пайдаланатын Arduino платформасы енді. Arduino платформасы әртүрлі роботтар немесе ғылыми жобалар жасауға арналған электроникалық құрылғы. Осы Arduinoға әртүрлі датчиктерді, моторларды жалғау арқылы датчиктерден сигнал алып моторларымызды басқаруымызға болады. Ең алдымен Arduino платформасымен танысайық. Ол үшін официальный сайтына кіреміз. Браузер арқылы официальный сайтының адресі arduino.cc деп аталады. Бұл жерде керегі хардуері бөлімі. Осы бөлімде Arduino платформасының түрлері көрсетілген. Олар характеристикасына және сыртқы размеріне байланысты әртүрлі болып келеді. Бізге керегі Arduino Uno. Алдағы уақытта бүкіл жұмысымызды, практикалық жұмыстарымызды осы платформада жасайтын боламыз. Бұл жерде айтып өтетін ең негізгі бөлігі бұл микроконтроллер Atmega 328 деп аталады. Және бұған программа жазатын программатор бөлігі. Яғни осы USB кнезді арқылы компьютерге жалғап, арнайы программа жазу орталығында осы платформаға программа жазамыз. Ол программаны Arduino IDE деп аталады. Arduino IDEде жазылған программаны Sketch деп аталады. Төменге түсетін болсақ, негізгі технический характеристикасы көрсетілген. Ең негізгі микроконтроллер Atmega 328B. Ол 5 вольт кернеумен жұмыс жасайды. Және бұл платформаға 7 және 12 вольт аралығында энергия көзін бере аламыз. Және бұл платформада 2 пин бар. Жоғарыда көрсетілген сандық пин және төменде аналогты пин. Осы пиндарға датчиктер, моторлар жалғанатын болады. Және бұл микроконтроллердің 3 памяты бар. Флеш память, OZU және EEPROM деп аталатын памяттер. Бізде Arduino жазылған программамыз, яғни скетчіміз осы флеш памятте сақталатын болады. Және бұның жұмыс істеу жиілігі 16 МГц. Бұл Arduino платформамыз, яғни open source проект болған екен, бұның схемасын көрсек болады. Яғни қалай жалғану схемасы. Бұл жерде мұны көріп отқаныңыздар, жаңағы USB, ол 2 пин арқылы жалғанады, D- және D+ деген. Ол Atmega 16U2 деген микроконтроллерімізге жалғанады. Бұл микроконтроллерден RX және TX деген пиндар арқылы негізгі микроконтроллерімізге жалғанады. Яғни осы программатор бөлігі арқылы біздің микроконтроллерімізге программа жазылынады. Ал программа жазу орталығын біз software деп аталатын бөлімінде өзіміздің компьютерімізге жүктеп алсақ болады. Яғни программа жазу орталығын Arduino IDE деп аталады. Және оның қазіргі версиясы 1.8, 1.19. Және оны 3 операционный системаға жүктеп аламыз. Ол Windows, Linux және macOS. Бұл платформа қолдарыңызда болмаса, оны ешқандай уайымдаудың керек жоқ. Біз Tinkercad деп аталатын сайтта жасайтын боламыз. Бұл сайт арқылы практикалық жұмыстарды симуляция арқылы көрсек болады. Бұл Tinkercad орталығын келесі сабағымызда айтып түсіндірем.